Oyun toylarım жатыр еді. Халық көп. Базарлардың да саудасы жүрді. Бірде базарға бір жас жігіт келді. Ең таңдаулы ас қабыл алғысы келді. Бірде оның жанына бір екі қыз келді. Сендер кімсіңдер? Біз көршілес курстағы Элина мен Мадамбыз. Біз де бір нәрсе сатып алуға костюм дегендей келгенбіз. Солай ма? Ал менің атым Джек. Одан да бірге келе қалайық. Дегенбісің ба? Айтпақшы, кешке түнде сауық кесі болады. Өте қорқынышты есікке келесің бе? Ол сауық кеш басталғалы жатыр. Бірде есікті біреу қақты. Бұл сен ба, Джек? Костюмің өте қорқынышты екен. Ояқта бір қорқынышты есік киімдеген біреу тұрды. Артында бір нәрсені тығып тұрды. Оның басы өте қорқынышты. Джек, кірсең не қылып тұрсың? Бұл менмін, Джек. Қазір кіремін. Тоқтай тұрыңдар. Ол ақырындап сол есікке кіре бастады. Оның қолы өте қорқып тұрды. Және есік жабылды. Бұяқта неше түрлі костюм киген адамдар бар екен. Онымен қыздар оларды жайып таныстыра бастады. Және сауық кеш қызық өтіп жатты. Бұяқта ең қорқынышты асқабақтар болды. Әртүрлі. Джек бәрінен қарап бір түрлі болып тұрды. Оның көздерін өте қорқынышты қорқып тұрды. Джек, бізбен бірге жүрсей, көңіл көтерейік. Мен сендерді. Сөйтіп, қорқынышты костюмдегі ол бір қараң бөлмеге кірді. Ол жерде ол бір түрлі өзі. Және ол бет-пердесін шешті. Ол Джек екен. Джек бір түрлі бастады, әр жерге қоя бастады. Ол барлық сауық кешіндегі барлық адамды өлтіріп шықты. Ол әркімнің басын алды. Менің бөлмем жарық.